Сәлем достар, біздің арнамызға тағы да қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үйдегі мерекелерде, мектептегі мерекелерде немесе туған күндерді безендіруге арналған гүлдермен таныстырамыз. Бізбен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге А4 форматтағы осындай 12 қағаз керек болады. Алдымен гүлдің ортасын жасап алу үшін мынандай 4 бөлік жасауымыз керек. Қазір бір бөлігін жасап көрсетейін. Қағаз аламыз, бүктейміз, мінекей, тағы бір бүктейміз. Содан кейін егер мынандай арнайы шаблон жасауыңызға болады. Шаблон болмаса, өзіңіз көзбен бүйтіп сызып шықсаңыз болады. Мінекей, ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей, шамамен осы көлемді келтіреміз. Айналдырып құйып шығамыз. Мінекей, болды. Осындай бізге 4 дана керек болады. Содан кейін ішін бастырып жіберген артық етпейді. Екі қағазды майыстырмаймыз, ал тағы бір екеуін сыртқа қарай бүйтіп қайып шығамыз. Енді термоклейдің көмегімен қазір біз қағазымызды жабыстырамыз. Ол үшін біз осы раушан гүліміздің ішкі бөлігін жасау керекпіз. Так. Енді мына жағын жабамыз. Содан екінші бөлігін жабамыз. Мінекей. Келесі бөлігін жабамыз. Мінекей. Енді осыған келесі екінші бөлігіне түсіреміз. Осы әдіспен тағы бір қаптап шығамыз. Енді бұнда жайлап кішкене арасын ашамыз. Мінекей. Мінекей. Осы әдіспен келесі жағын жабамыз. мінекей.
Мінекей гүлдің ішкі бөлігін жасадық. Енді тағы да қаптаймыз. Тап осы әдіспен барлығын түгеп жапсырып шығамыз. Міне біздің гүліміз жайлап ашылып келе жатыр. Терможелім тез күйіп қалады, сондықтан да кішкене жылдам істеуге тура келеді. Тағы бір бөлігін қаптап шығамыз осы әдіспен. Мінекей біздің гүлдің ортасын жасап шықтық. Камераны жабыстырып жіберейін тағы да. Мінекей. Енді гүлдің жандарын жасаймыз. Ол үшін осындай доңғалақ аламыз да гүлдің үлкен түрлерін жасап шығамыз. Бұны жасау үшін бізге ақ қағаздың ортасынан бір бүктейміз де былайынан салып осындайдан 6 дана қиып шығамыз. Содан кейін жанынан алып осындай 6 қиып шығамыз. Содан кейін және ортасынан бүктей отырып 6 қиып шығамыз. Қазір жасап көрейік. Ортасынан қидық. Енді бізге бұны бұрау керек болады.
майыстырып шықтық. Енді осылардың бәрін орталарынан былайынан клейлеп шығамыз. Желімдеп шығамыз да осы шеңберге айналдырып жабыстырып шығамыз. Былаймен. Қазір бір нәрсені көрсетіп жіберейін. Мінекей. Енді осыған осылайынан жабыстырып шығамыз түгел. Осы әдіспен 6 гүлдің дестесін түгел айналдырып шығамыз. Мінекей біздер түгел 6 дана жабыстырып шықтық. Енді осы әдіспен келесі 6 дананы тап осылай іштен айналдырып шығамыз. Қайыруды ұмытып кетпейміз. Осы әдіспен ішіне түгел жабыстырып шығамыз. Мінекей екінші бөлігін жасадық. Енді осы әдіспен үшінші бөлігін жасап шығамыз. Содан кейін ең соңында жасаған гүлімізді ортасына қоямыз. Осыны барлығымыз бірге істеп шығайық. Енді үшінші бөлігін ортасын жабыстырып шығайық. Мінекей жасап шықтық. Енді ортасына езелеп мінекей біздің сіздерге қалай көрініп тұр ғой, сіздерге анық. Мінекей осындай әдемі роза гүлін жасауға болады. Кішкене бұл уақыт алады, бірақ әбден қолыңыз үйреніп кеткеннен кейін осындай тамаша мінекей роза гүлін, раушан гүлін жасауға болады. Бұны үлкейтіп те жасауға болады, кішірейтіп те жасауға болады. Сізге ұнайды деген сенімдемін. Енді кейбір желімдеріміз кейбір жерлерінде жабыстырмай қалып жатыр, оған айып өтпеңіздер. Жалпы сіздерге қалай жасалу жолын көрсеткенді жөн көрген болатынмын. Сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше.